Мектепке дейінгі кезең адам миында ең көп синоптикалық байланыс орнататын мерзім. Бұл кезеңде берілетін білім адам миына тасқа басқан таңбадай болып қалады және білім кейіндей өзгеріске ұшырамайды. Барлығымызға белгілі, баланың дамуы үшін оның ерте жасынан бастап дұрыс тәрбие мен білім беру маңызды. Мектепке дейінгі баланың өміріндегі маңызды элементтердің бірі ол ойын. Ол баланың психологиялық, әлеуметтік және физикалық дамуына әсер етіп, жаңа дағдыларды меңгеруге көмектеседі. Ойын барысында балаларды тәрбиелеу, олардың қабілеттерін жетілдіру және танымдық процестерін дамыту үшін өте маңызды. Осылайша ойын тек көңіл көтеру емес, білім беру құралы болып табылады. Қазіргі уақытта балалардың интеллектуалды дамуы үшін арнайы ойындардың маңызы зор. Соның ішіндегі ақыл ойындары болып табылады. Ақыл ой ойындарының маңызы. Баланың ой өрісін дамыту үшін түрлі ақыл ойындарының рөлі өте үлкен. Ақыл ойындары бұл балалардың ойлау қабілетін, зейінін, есте сақтау, логикалық ойлау, шығармашылық және әлеуметтік дағдыларын дамытуға арналған әртүрлі тапсырмалар мен ойын түрлері. Бұл ойындар тек білім берумен шектелмейді. Сонымен қатар балалардың танымдық процестерін дамыта отырып, оларды өзара қарым-қатынас жасауға, тыңдауға, түсінуге үйретеді. Ақыл ойындарының балабақшада қолданылуы. Ақыл ойындары балабақшада балалардың танымдық дамуына үлкен әсер етеді. Оларды күнделікті сабақтарда қолдану балалардың қызығушылығын арттырады, сондай-ақ олардың мейірімді, ашық болуына ықпал етеді. Сонымен қатар, ақыл ойындары балалардың әлеуметтік дағдыларын да жетілдіреді. Балалар бірлесіп жұмыс істей алады, достарымен бөліседі, бір-біріне көмектесу сияқты әрекеттерді үйренеді. Ақыл ой ойындарын тиімді пайдалану әдістері. Жас ерекшеліктеріне қарай таңдау. Әр жас топтарының өзіне тән қызығушылықтары мен қажеттіліктері бар. Ойындар сол жас ерекшеліктеріне сәйкес таңдалуы тиіс. Ойынды әртүрлі форматта өткізу. Ойындар тек топта емес, жеке немесе жұппен де ұйымдастырылуы мүмкін. Ойнау әдісін әртүрлі өзгертіп, қызықты ету балалардың белсенділігін арттырады. Ойынның мақсатын айқындау. Әр ойынның мақсатын нақты түсіндіру және нәтижесін бағалау өте маңызды. Бұл балаларға ойынның маңызын түсінуге көмектеседі. Ақыл ой ойындарының баланың дамуына әсері. Ақыл ой ойындары баланың интеллектуалдық дамуына үлкен әсер етеді. Олар ойлау қабілетін дамытады, логикалық ойлау, шоғырлану, талдау және синтез жасауға дағдыларын дамытады. Қиялды арттырады. Шығармашылық ойындар балаға ойлаудың әртүрлі тәсілдерін қолдануға мүмкіндік береді. Тілдік дағдыларды жетілдіреді. Сөздік қорды кеңейту, дұрыс сөйлеу мен тыңдаудың маңыздылығын ұғындырады. Әлеуметтік дағдыларды арттырады. Ойын арқылы балалар бір-бірімен қарым-қатынас жасап, командамен жұмыс істей алады. Ойындарының түрлері. Ақыл ой ойындарын бірнеше негізгі топқа бөлуге болады. Әр топ бала дамуының белгілі бір аспектілерін жетілдіруге бағытталған. Соның бірі интеллектуалдық ойындар. Интеллектуалдық ойындардың мақсаты балалардың ақыл ойын дамыту, ойлау қабілетін жетілдіру және танымдық процестерін есте сақтау, зейін, логика, қиял және тағы басқа процестерді нығайту. Сонымен қатар, бұл ойындар балалардың әлеуметтік дағдыларын, шығармашылық қабілеттерін арттыруға және өзіне деген сенімін қалыптастыруға бағытталған. Бұл ойындарда ойлау қабілетін дамыту, бұл жерде балалардың аналитикалық және логикалық ойлауын жетілдіру, проблемалар шешуге үйретеді. Зейін мен есте сақтау дағдыларын қалыптастыру, балалардың зейінін шоғырландыру, есте сақтау қабілетін арттырады. Шығармашылық ынталандыру, балаларды шығармашылық көзқарасқа, жаңа идеяларға жүзеге асыруға ынталандыру. Әлеуметтік дағдыларды дамыту, командалық жұмысқа үйрету, қарым-қатынас жасау, топ ішінде үйлесімді жұмыс істей білу. Қабілеттерді тану, баланың қызығушылықтарының күшті және әлсіз тұстарын анықтап, олардың жеке қабілеттерін дамытуға ықпал жасау. Көркемдік және тілдік дағдыларды жетілдіру, тіл дамыту, дұрыс сөйлеу, қиял мен сөздік қорды байыту. Осы мақсаттарды жүзеге асыру арқылы интеллектуалдық ойындар баланың жалпы дамуына көмектеседі. Қазіргі таңда кеңінен қолданыста жүрген ұлттық интеллектуалдық ойындар. Бұл ұлттық интеллектуалдық ойындар балабақшадағы тәрбиелеу мен оқыту процесінде өте маңызды рөл атқарады. Олар балаларды ұлттық құндылықтармен таныстырып қана қоймай, оларды ақыл ой мен шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді. Ұлттық ойындар арқылы баланың логикалық ойлау қабілеті, тіл байлығы,
зейіні мен қиялы дамиды. Ойындар балалардың танымдық дағдыларын қалыптастырып, оларды ұжымда жұмыс істей білуге үйретеді. Ұлттық оюлар қазақ халқының бай мәдениетінің ажырамас бөлігі. Олардың әрқайсысы терең мағынаға ие, әдемілік пен ұлттық болмысты көрсетеді. Балабақшада ұлттық оюларды қолдану арқылы балаға тек қолөнер негіздерін ғана емес, сонымен бірге халықтың тарихы, дәстүрлері мен мәдениетін де танытуға болады. Бұл процесс балалардың ақыл-ой дамытуға, шығармашылық қабілеттерін жетілдіруге және эстетикалық сезімдерін қалыптастыруға үлкен ықпал етеді. Логикалық ойындар. Бұл жерде пазлдар балаға кеңістік қабылдауды және логикалық ойлауды дамытады. Олар түрлі деңгейде болады және әрбір жасқа сай қиындығы өзгеріп отырады. Лабиринт ойындары балаларды бағытын дұрыс таңдай білу, шоғырлану қабілетін жетілдіреді. Құрастыру жиынтықтар мен құрылыс ойыншықтарымен құрастыру балаларға проблемаларды шешу дағдыларын, сондай-ақ кеңістік түсіну қабілетін дамытады. Дамыту ойындары. Сөздер мен суреттер. Балаға сөздермен немесе суреттермен жұмыс істеу тапсырмалары беріледі. Олар сөздерді тауып суреттермен сәйкестендіреді. Бұл ойын баланың тілдік қорын және зейінін дамытады. Сөздер мен рифмалар. Бала белгілі бір сөздерге рифма табу керек. Бұл ойында бала өз тілін жақсы меңгеріп сөздік қоры кеңейтеді. Математикалық ойындар. Сандар мен сандарды салыстыру. Балаларға қарапайым есептер мен сандық ойындар беріледі. Олар сан мен есепке деген қызығушылықтарын арттырады. Геометриялық пішіндер мен олардың қасиеттерін үйрену арқылы балалардың ойлау қабілеті дамиды. Шығармашылық ойындар. Сурет салу. Тақырып бойынша сурет салу баланың қиялын дамытады, оның шығармашылыққа баулиды. Және бұл жерде мүсіндеу пластилин немесе балшықпен әртүрлі фигуралар жасау балалардың қол моторикасын және шығармашылық ойлауын жетілдіреді. Есте сақтау және зейін дамыту ойындар. Бұл жерде есіңді сақта. Балаларға әртүрлі заттар мен сөздер көрсетіліп, кейін оларды қайтадан айтады. Бұл ойын зейін мен есте сақтау қабілеттерін дамытады. Карталармен ойнау. Карточкаларды араластырып, сәйкес жұптарды тарту тапсырмасын орындау арқылы баланың зейіні және есін дамытады. Мұнда келгенде ақыл ойындары баланың жан-жақты дамуына ықпал етеді. Олар тек қана білім беру емес, сонымен қатар балаларды ынтымақтастыққа, жауапкершілікке, қиялға және шығармашылыққа баулиды. Балабақшадағы әрбір тәрбиеші осы ойындарды өз тәжірибесінде қолдана отырып, балалардың дамуына үлес қоса алады. Ақылды ойындар балаларды тек білімді емес, сонымен қатар өмірге қажетті дағдылармен қамтамасыз етеді.